Бейнеролик шынайы оқиғаларға негізделген және авторлардың ойдан шығарылған оқиғалармен толықтырылды. Экрандағы барлық кейіпкерлерді актерлар сомдаған. Біздің мақсатымыз 365 күнді жол апатынсыз өткізу. Сондықтан барлық жұмыскерлер өз үйіне, отбасына аман-есен оралуы үшін қоғам ауқымды жұмыстар атқарып жатыр. Аталмыш ролик жол қауіпсіздігіне арналған және болмашы қателіктің қаншалықты ауыр салдарға ұшырататынын көрсетуге бағытталған. Қауіпсіздік үйреншікті іс-әрекеттің қайталана беретін бір сарынды тізбегі. Каска кию, қауіпсіздік белдігін тағу, жол қозғалысы ережелерін сақтау. Кейде бір сарынды тірлік қырағылықты ұмыттырып жібереді. Егер қалыптасқан тәртіпті бір рет бұзсақ, ештеңе бола қоймас деуіміз мүмкін. Әлде олай емес пе? Зардап шегушінің сол жақ балтырының екі сүйегі сынып, орнынан тайып кеткен, және оң жақ балтырының екі сүйегі жабық сынған. Сондай-ақ, оң жақ санының ауқымды жырымдалған жарақаты анықталды. Маған хабарлаған кезде ештеңе түсінбедім. Баламды көшеге тастап, ауруханаға тұра жүгірдім. Жол бойы жеткенше тірі қалса екен деп тілей бердім. Ауруханада сынық дегенде сабама түстім. Бірақ дәрігер оның мүгедек болып қалуы мүмкін деді. Мүгедек болып қалсам, қалай болады деп көп ойландым. Отбасымды қалай асырайым, қалай оларды көтерем, ипотеканы қалай төлеймін. Әйелім мен балам үшін көп уайымдадым. Далада қаламыз ба деп қорықтым. 4 ай бойы мүгедек арбасында отырып көп ойландым. Неге сол кезде асықтым? Қай жерге асықтым? Неге сол кезде тергеушті қоймадым? Соны күнде ойлайтын. Көлікті тексердік. Техникалық тұрғыдан барлығы дұрыс. Бірақ жүргізуші көлікті сәл өрге қойғандықтан, тежегіш көліктің салмағына шыдамай артқа қарай шегіне берген. Ал жүргізуші оны байқамаған. Жүргізушінің мол тәжірибесі бола тұра, дөңгелектің астына қоятын тіркегішті қоймаған. Мүмкін ерінген шығар. Тіпті басқаша болуы мүмкін емес. Біз үмітімізді үзбедік. Дәрігерлер жазып берген барлық процедураларды орындадым. Жайлап уақыт өте бірте аяғына тұра бастады. Сол кездер бізге қиын тиді. Әлде де еске алу өте ауыр. Оқиғадан кейін менің өмірім екі кезеңге бөлінді. Бірінші кезең ол қайғылы жағдайға дейін
техникалық қауіпсіздік техникасын жай ғана ереже ретінде қабылдайтын. Ал екінші кезең барлық талаптарды толық сезіммен орындау. Өйткені кішкентай ғана қателіктер үлкен салдарға алып келетінін түсінеміз. Бұл оқиға салыстырмалы түрде жақсы аяқталды. Жүргізуші аяғынан тік тұрып, бүгінде компаниядағы жұмысын жалғастыруда. Бірақ алдағы уақытта мұндай жағдай қайталанбас үшін қорытынды жасай білу керек. Әрқашан сырғуға қарсы тежегіштер қойып жүру қажет. Жұмысты қауіпсіз жұмыс өндірісіне жауап беретін тұлғаның қатысуымен атқарыңыз. Жол көлік оқиғаларының негізгі себебі жүргізушілердің жол қозғалысы ережелерін сақтамауы, ал бұл заң бұзушылық, адами факторға жатады. Демек, 10 жағдайдың 9-ында апатқа рөлде отырып қателік жасаған жүргізуші кінәлі деп танылады. Вагонның келе жатқанын көріп, үлгеріп кететініме сенімді болдым. Сол себепті газды басып жібердім. Бірақ не болғанын өзімде түсінбей қалдым. Қатты соққыдан денем бәрі ауырып, енді айтып жеткізе алмаймын. Үлкен бір 5-ші этаждан құлағандай сезімде болдым. Сол мезетте көз алдыма әйелім, бала шағам келді. О дүниеге кетіп барамын деп ойладым. Көзімді ашсам, палатада жатыр екем. Әйелімді көрдім. Ол да мені көріп, тоқтамай жылады. Сөйттім, жедел жәрдемде комаға түсіп, 5 күн өлім мен өмір арасында жатыппын. Мен өмір бойы үй шаруасында отырған әйелдім. Бала тәрбиесімен азаматым, отбасының берекесі үшін еңбек етіп жүрген адам. Алда жалда бір жағдай болып қалатын болса, бар ойыма келгені, мен қайтем, бала шағамен қайтем. Қалай бала шағаны асырайым. Құдайдан амандығын тілей бердім. Тезірек беті бері қарап, үйге ортамызға оралса екен деп аман есен тілей бердім, қатты тіледім. Алла Тағала сол тілегімді қабыл етті. Осы апаттың салдарынан денсаулығыма зиян келді. Қаншама қаражат кетті. Жұмыс орныма да зиян келтірдім. Болмашы нәрсеге қатты өкінемін сол. Әлі күнге дейін өкінемін. Осы оқиғаның кейіпкері ауыр дәрежедегі жарақаттар алды. Өкінішке қарай, жол қозғалысы ережелерін өрескел бұзғаны үшін онымен арадағы келісім шарт жойылды. Сонымен, біз осы жол апатынан қандай қорытынды жасаймыз? Инженерлер маршруттық карта құрған кезде қауіпті учаскелерге айрықша назар аударып, оларды болдырмауға тырыса отырып, қозғалыс бағытын алдын ала зерттеуі керек, және жүргізушілердің тек қауіпсіз бағыт бойынша ғана жүруін қадағалауы тиіс. Қауіпті учаскелерден өткенде кедергілерді айналып өтуге тырысыңыз. Егер жүріп келе жатқан пойыз құрамы немесе автокөлік көрсеңіз, тәуекел етпей оны өткізіп жіберіңіз.
қашан алып кетесіңдер? А? Ой, сендер қызықсыңдар ме? Мен енді не, айдалада қонсын дейсіңдер ме? Қайғылы жағдайлардың тағы бір себебі жұмыскердің көңіл күйге ерік беруі, ашу ызаға бой алдыру, қателіктен қателікке ұрына беруге себепкер болмақ. Көңіл күйіміз жақсы болып жүргенде, өзіміз жағымсыз санайтын іс-әрекеттер түрлі ауыр эмоцияны бастан өткерген сәтте қалыпты дүние болып көрініп кетеді. Ал оның нәтижесі аянышты жайттарға ұласып кетуі мүмкін. Осыларға қайтыр. Қош, өзім ақ жетем. Бүгін неткен күн қырсыға де? Сол мезетте қалай жолы болғанын өз де сезбей қалған. Енді 50-60 сантиметр қалғанда иілген бағанадан салбырап тұрған сым жерге түсіп тоғыр ұшеді. Бұл жағдайға әрине өзімді де кінәлімін деп есептеймін. Барлық жұмыс бір уақытта қарбаласып қалғанда әрине бәрін бақылауда ұстай алмайсың. Ол маған телефон соққан, менің қолым тимей ала алмадым. Бірақ сонда да күте тұру керек еді. Арнайы техниканы өз бетімен пайдалануға болмайтынын жақсы білемін. Мені жұмыстан кейін алып кететін адамдардан нақтылы жауап болмаған соң қатты ашуландым да өз бетімен жолға шығып кетіп бір үлкен қателік жасадым. Жетекшінің хабарын күтпей жолға шығып кетті. Жолда келе жатып қалып кетіп жоғары кернеудің столбысына соғылып қалдым. Жоғары кернеу желілерінің үзілгенін көз алдыма елестетсем денем түршігеді. Мен бірдеңе болып кетсем отбасым не болар еді? Өкінішке орай қауіпсіздік ережесін осындай жағдайлардан кейін ғана есің алып мән бересің. Бұл жолы қуанышқа орай адам өмірі мен денсаулығына үлкен зақым келген жоқ. Алайда машинист қауіпсіздік пен еңбекті қорғау бойынша ереже талаптарын түскел бұзғаны үшін жұмысынан айырылды. Мұндай жағдайлар қайталанбас үшін арнайы техникаларды пайдалану ережелерін қатаң сақтау қажет. Қызметкерлер өндірістік транспорт пен өзге де құралдарды өз бетінше пайдаланбауы тиіс. Инженерлер транспорттағы жүкті түсіру жоспарын уақытылы құрастырып, егер үлгермей жатса, ол жайында қызметкерлерге хабарлауы тиіс. Сондай-ақ, өндірісте көңіл күйдің әсерінен асығыс шешім қабылдап жібермеудің де маңызы зор. Қажетті нұсқаулықты алу үшін міндетті түрде инженермен ақылдасыңыз. Қазтрансойл жұмысшылары біздің ең құнды ресурсымыз. Сондықтан, жол көлік апатының алдын алу үшін олар өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау және төтенше жағдай мәселелеріне қатысты білімдерін үлгі ете білуі тиіс. Жол қозғалысы ережелерін сақтай отырып, біз өзіміздің және өзгелердің өмірін сақтаймыз. Жақындарымыздың аман саулығын қамтамасыз етеміз. Сондықтан, ортақ мақсатқа барлық әріптестеріміз бен бөлімшелеріміздің қауіпсіз әрі өнімді жұмысына қол жеткізу үшін бір тұтас мықты команда болып жұмыс істейік. Бес минут үнемдейін деп аяқсыз қалып қала жаздадым. Мүгедек болып. Сондықтан мен істеген қателіктерім сіздер үшін үлкен сабақ болсын. Жұмыс уақытында асықпаңыздар, ерінбеңіздер. Біздің өміріміз қосалқы бөлшек емес. Оны жай ғана алып ауыстыра салмайсың. Егер де біреудің өмірі қиылса, немесе мертіккен болса, бұл орны толмас жағдай.
Біз мұны естен шығармауымыз керек.